Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Эни және достар, бүгін біз ретін өздеріңіз көргендей тайгада өмір сүретін боламыз. Және достар, бұл жай ғана тайга емес, бұл жерде достар әртүрлі модтар қосылған. Үшін достар, қазір видеода барлығын айтып беретін боламын. Үшін видеомызды бастаймыз. Короче достар, бүгінгі біздің выживаниямызға әртүрлі модтар қосылған деп айттым. Және де олардың ішіне данждар, рудалар, және де жаңадан мобтар, қарулар, қылыштар, үшін достар, сондай биомдар, сондай нәрселер қосылған болатын. Және де өздеріңіз көріп тұрғандай достар, бізде осындай өте үлкен карта және де өте үлкен ағаштар. Достар, өздеріңіз көріп тұрғандай мына жерде өте үлкен ағаштар бар. Үшін достар, осы ағаштар тайганың ағаштары, сондықтан да мен осы выживанияны тайгада өмір сүремін деп қоямын деп шештім. Давайте достар, олай болса выживаниямызды бастайық. Осы жерден ағаш сындырып алайық, одан кейін кирка жасайтын боламыз. Сосын достар, сіздердің барлықтарыңызға айтарым, өтініш достар, менің арнама тіркеліп, және де осы видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Өйткені достар, бұл видеоның соңында өте қызықты кездер болады. Және де достар, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Так достар, енді мен ағаштардың барлығын сындырып болдым. Давайте енді өзімізге верстак пен кирка жасап алайық. Давайте енді ең алдымен верстак. Так, верстак жасадым. Енді достар, бізге палка жасау керек. 8 палка жетеді деген ойдамын. Давайте енді верстагымызды мына жерге қояйық. Одан кейін өзімізге әрине кирка жасайтын боламыз. Так, давайте достар, өзіміздің киркамызды алайық. Енді давайте мына жерден тастарды сындырайық. Одан кейін достар, өзімізге тас кирка жасайтын боламыз. Сосын достар, сол тас кирка арқылы тезірек қазып, үшін менің ойымша достар, осы бөлімде железа табатын шығармыз. Ал егер де достар, біз железа табатын болсақ, бізге железаны көбірек қылып табу керек. Өйткені маған железный броня жасау керек, яғни толықтай железный сет жасағым келіп тұр достар. Бүгінгі бөлімде жасайын ба, жасамайын ба білмеймін, бірақ келесі бөлімде точно жасайтын боламын. Так достар, енді мен қазір тастан кирка мен топор жасап алдым. Давайте енді өзіміздің верстагымызды алайық. Ал енді достар, мен мына жерден угольді сындырып алғым келіп тұр, яғни өзіме алып алғым келіп тұр. Өйткені достар, маған қазір түнде факел жасау керек болады. Сол факелді осы угольден жасайтын боламыз, әрине оны бәрі біледі. Сондықтан да давайте осы угольдарды сындырып алайық. Достар, маған мынандай ақ саудагер келіп тұр. Давайте бұл не сатады екенін көрейік. Маған керек емес. Изумруд сатады екен, маған бір мықты бір қылыш па бір нәрсе берсең болатын еді ғой. Так, давайте достар, енді өзімізге қазір осы жерден көбірек ағаштарды сындырып алайық та, одан кейін саяхатқа аттанамыз. Достар, мына жерде кәдімгідей әп-әдемі көл, тау, бәр нәрсе бар екен ғой. Базар жоқ, талдарда әп-әдемі. Давайте енді достар, мына тауықты өлтіріп алайық. Енді ол бізге кейін жеуге керек болады. Үшін давайте енді достар, саяхатымызды жалғастыра береміз. Ё-моё достар, мынаны қараңдар, данышты болдым мен мына жерден. Базар жоқ, мынау ұшып тұр ғой кәдімгідей. Қазір достар, сол данышдың ішіне баратын боламыз. Енді достар, қазір бізге мынау таудың үстіне шығуға тура келеді. Так достар, енді мен таудың үстіне шықтым. Давайте осы таудың үстінен енді мына жерге шығайық. Енді данышдың үстіне, мына жерге блок қойылмай жатыр достар. Қазір енді қойып көретін боламын. Жоқ достар, вообще блок қойылмайды, не болды? Жоқ, мына жаққа қойылады екен достар. Бак болып қалды ма деп ойлап қалдым Майнкрафтта. Енді достар, осылайынан жүруді жалғастырамыз. Мына жерге барып, мына жерден кіре алмайды екенбіз. Енді достар, давайте ар жағынан кіреміз. Так достар, енді мен мына жерге келдім. Давайте ішіне кіріп көрейік. Ішінде не бар екен? Ішінде әлі достар, алыстан көргенде ішінде ештеңе жоқ болып көрінеді екен. Бірақ қазір көреміз достар, ішіне кіріп, мына жерде бір ақ осындай саудагер жүр. Ешкім жоқ па не? Ё-моё. Мына жерде достар, спавнерлер бар екен, базар жоқ. Ведьмалар жүр. Давайте достар, ведьмаларды орамыз. Ё-моё достар, мынау ведьмалардың алдынан крипер жүр. Так, оларға атып жіберді. Короче достар, сол ведьмаларды қазір өлтіруге тырысатын боламын мен. Алдына барып, давайте крипер жарылған жоқ әлі. Давайте крипер жарылмаса жақсы болатын еді достар. Крипер өлтіріп тастады достар. Базар жоқ, мына өлтіріп тастады криперді. Давайте мыналарды ұрып өлтіріп тастайық бізде. Достар, мына ведьмалар ше мен жай қойып білмеймін не үшін екенін. Оларды ұрған кезде қараңыздар достар. Вообще жай қимылдап қалады мынау. Мал емделіп жатыр ғой, ұр. Мынау кәдімгідей жай қимыл мынау. Достар, мынаны ұрып өлтіре алмаймын мен, шынымды айтсам, былайынан. Давайте енді достар, басқа жерге барып көрейікші, мынау болмайды мына жер. Так, давайте достар, хотя бы мына ведьманы өлтіріп тастайын дегенім, бірақ мен өлтіріп тастадым ғой мынау. Базар жоқ достар, ведьмалар мықты екен. Так, короче достар, мен енді аналардан кек алу үшін енді қазір достар өзіме железный кирка барлық заттарды істеп аламын да, сосын не істейтін боламыз достар. Короче, железный сетпен аналарды железный қылышпен өлтіретін боламыз барып. Короче, қазір мен шахтаға баратын боламын. Аналардың барлығын алып алайын. Бірінші өзіме ағаштан барлық заттарды басын істейтін боламын. Короче достар, мен өзіме тастан кирка жасап алдым. Давайте енді өзімізге палка жасайық та, сосын топор жасап, енді қайтадан достар шахтаға түсетін боламыз. Достар, мен мына жерден бір нәрсе тауып алған сияқтымын ғой. Мынау кәдімгі шахта сияқты ғой. Давайте осы шахтадан қазір қазып көретін боламыз достар. Маған факел жоқ.
қазір факелді алып келемін мына жақтан сырттан, яғни уголь алып келемін, сол угольден достар өзімізге факел жасайтын боламыз. Міне мына жерде бар екен уголь, давайте осыны алып алайық. Болды, осы жететін шығар деп ойлаймын. Енді бір уголь қазір қалған несіне жасаймыз, сол шахтаның ішінде уголь табамыз. Кема бағанадан бері уголь дей бердім ғой. Жарайды достар, көмір деп айтайыншы, сол шахтаның ішінен тапқан көмірден өзімізге факел жасайтын боламыз. Әзірше осы 4 факел маған жетеді деп ойлаймын. Енді бұл шахтаға түскендегі енді біздің ең басты мақсат бұл дейтін железа көбірек табу. Достар, көбірек железа табып өзімізге полный железін сет жасап алмасақ достар, міне бірінші железа, полный железін сет жасап алмасақ аналарды өлтіру шынымен де қиын екен. Опа, мына жерде уголь тұр, давайте осы угольді алып алайық. Одан кейін басқа угольдер де керек. Осыдан бізге қазір факел жасау керек. Сол факел арқылы мына жерде тағы да бір уголь бар екен. Енді бізге точно факелға жетеді достар. Осыдан енді факел жасап алайық, давайте толтырдық. Так, енді менде 8 факел шықты. Осы 8 факелмен енді точно осы шахтаны аралап шығуға болады деп ойлаймын. Аралап шығуға болмаса да енді басқа угольдерді тауып, содан тағы да факел жасай аламыз. Мына жерде мен железа көріп тұрмын. Давайте осы железаны алып алайық. Железа, лазурит, мына жерде руда деген достар тола екен. Давайте осылардың барлығын өзімізге алып аламыз қазір. Достар, мен жаңағыдан да терең бір нәрсеге түсіп баратырмын. Терең бір каньон ба бір нәрсе. Жоқ. Базар жоқ, бұл жер бос қой мына жер. Жарайды, ол қайтадан сыртқа шығамыз. Ал енді мен сыртқа шықтым, ары қарай руда табуды жалғастырамыз. Так достар, енді мен өте көп железа тауып болған болатынмын. Енді менде 29 железа бар. Осылардың барлығын печкаға салып, барлығын ерітіп алайық достар, яғни балқытып алайық. Давайте барлығын печкаға салып қоямыз. Ал енді достар, мен бүгінгі бөлімді бітіретін боламын. Өйткені мына железалар балқып болғанмын дегенше өте көп уақыт өтеді. Сондықтан да мен оларды келесі бөлімде түсіретін боламын. Келесі бөлімде мен толығымен железін сет жасайтын боламын. Сіздермен бірге болған давайте. Сосын айтпақшы достар, 1000 подписчик үшін рахмет. Давайте достар, енді 2000-ға жетейік. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Давайте.